Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын Орео пирогының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт шынымен де өте керемет болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер, рецептіні соңына дейін өткізбей қараңыздар. Ең алдымен қамырын жасап дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қантымызды салып, миксердің көмегімен 2-3 минут шамасында жақсылап, кішкене сары майымыз ағара бастағанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксермен барлығы бір-біріне біріккенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Достар, егер сіздерде миксер жоқ болса, барлығында венчикпен немесе шанышқымен араластырып жасасаңыздар да болады. Содан соң мына жерде менде кукурузный крахмал, какао және қопсытқыш, яғни разрыхитель бар. Соның барлығын саламын және де елеуіштен өткен алдын ала өлшеп алған ұнымды салып, қолыммен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Артық ештеңе қоспаймыз. Қолымызбен жақсылап араластырсақ, осындай бізде өте жұмсақ, керемет қамыр шығады. Барлық заттың қанша мөлшерде керек екенін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Қамырды үлкен және кіші бөлікке бөліп, үлкен бөлігін 30 минутқа тоңазытқышқа, яғни жылы жағына салып қоямыз да, кіші бөлігін осылай ұзынша етіп созып, екіге бөліп, целлофанға салып, мұздатқышқа, яғни мұздатқышқа салып 1 сағатқа қалдырамыз. Өйткені оны үккіштен өткізетін боламыз. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қантымызды, 2 жұмыртқамызды және де қаймағымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Егер сіздерде блендер жоқ болса, шанышқымен езіп дайындап алсаңыздар да болады. Содан соң бізге арнайы осындай Орео печеньесі керек болады. Сол Орео печеньесін целлофанға салып, оқтаудың көмегімен осылай үстінен басып езіп алатын боламыз. Қатты үгітіп қажет емес, тек 5-6 басып, ірілеу етіп сындырып алсаңыздар жеткілікті. Печеньені жаңаға творожный салмаға салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біздің салмамыз дайын. Кезекте майланған немесе пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды шетіне бортиктарын шығара отырып, осылай орналастырып аламыз. Жақсылап біркелкі етіп орналастырып шығыңыздар, барлық жері бір тегіс болсын. Біздің қамырымызды бортиктарын шығарып, осылай дайындап алдық. Енді кезекте жаңағы дайындап алған салмамызды салып, кішкене тегістеп жібереміз. Беткі жағын осылай әдемілеп лопатканың көмегімен тегістеп, жаңағы 1 сағат тұрған кіші қамырымызды үккіштен осылай өткізе отырып, пирогымыздың бетін жабатын боламыз. Ешқандай да ашық жері қалмайтындай барлық жерін жауып дайындап аламыз да, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей піскеннен соң осылай көтеріліп піседі. Бұл суығаннан кейін басылады. Толықтай суығаннан соң формадан шешіп, дәмін тата берсеңіздер болады. Ас болсын достар, рецепті ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамыры ерекше дәмді, өте керемет. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл.